Айым мен Айымның каналына қош келдіңіздер. Достар, бізге сіздердің қолдауларыңыз өте қажет. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, мынау біздің канал. Сіздер үшін күнде видео түсіріп салып жатырмыз. Достар, өтініш, бізге қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздерге өте керемет қызықты видео түсіргелі жатырмыз. Ана, біз жаңа видео түсіргенше ақпаян таппадық, ақпаянда түсіргенде бұл кейін берген кешіп кетті, иә. Бір нәрсе тақылдап жатыр. Достар, бір нәрсе тақ етіп жатыр. Болмас. Бұдай бісмілі. Саламатсыз ба? Маған ақша беріп, менің қарным ашып тұр. Кіріңіз. Достар, біреу үйге келіп тұр. Дала күн салқында неге өйтіп жеңіл киініп жүрсіз? Кіріңізші үйге, кіріңіз. Фу! Не қылды Айым, не абеске бақсын? Фу, кішкене бір еш шығып кетті ма? Фу, достар, фу. Ойбай, не деген есім ау? Кімсіз сіз? Итерме Айым, итерме Айым. Сәл ары тұрай тұрыңызшы, айта беріңізші, сәл алыса тұрып айта беріңізші. Менің мамам үйде көмек берді. Не үшін? Достар, көмектесеміз ба ана бомбышқа? Фу, қалдай сасып кеткенсіз, бірақ апай. Сізге не керек енді? Біз сізді үйде қондыра алмаймыз ғой, қатты сасып кетіпсіз, жуындыру керек сізді. Не дейсіз сіз? Айым нан әкеп берді. Нанды жей тұрыңыз енді. Сосын ше, ақыры келген екесіз, кім бомбыш красавица дейміз ба, не дейміз өзі? Оған жуындырып киінейік па, әдеуге киінейік? Жоқ, қойшы, мен оны жуындырып киіндіре алмаймын, үйде отырғыза алмаймын. Мына жерді тез жинап тастаңыз ана нанды жегеніңіз үшін. Жарай ма? Тегіннен тегін ешнәрсе жоқ. Нанды мына жерін бәрін әдемілеп жинасып тастаңыз. Жаным, менің қызымның жаны ашып жатыр. Айым, тыныштық бер. Оны нан ұстама қойып қой. О, сасық, қойып қой деймін. Достар, нан қара. Бомбышын жеген жеп жатқан емес. Сен менің қызымсың, сен онда жеме. Достар, қалай ойлайсыңдар, мен дұрыс жасап жатырмын ба? Үйдің бәрін жинатып жатырмын. Қазір сол үй жинаған үшін кішкене тиын беремін. Көп ақша бере алмаймын. Кішкене ғана тиын беремін. Я, әдемілеп жина, жақсылап жина. Әдемілеп жина. Ки ғой. Жақсылап жина. Аха, молодец. Сол қап, ешіп кетті енді демалу мүмкін емес, достар, андай. Күшті ауа шығаратын тазы әкеліп, терезені ашып па қою керек, достар, мүмкін емес. Мына иіске шыдаушы шыны керек, достар. Қараңыздар, мен терезені қазір ашып қояйын. Достар, бұл өте жағымсыз иіс шығады, ол иісті айтамаймын ше. Қазір бересің ана тиын жинаған қызға. Су берейін. Әкеш тиынды берейік. Мына қазір ше, сен үйіне барасың ғой, сол кезде мына тиынды ал. Жүр. Тиын, шөлдедің дедің, ә? Жүр. Қарның ашты ма, ашқан жоқ па? Ашқан жоқ па? Су берсем болды ма саған? Компот ішесің ба, кәдімгі су ішесің ба? Компот ішесің ба? Достар, бізден мына бомбыш қыз менен қазір компот сұрап тұр. Қазір компот құйып берейін. Айым оған жаны ашып жатыр. Сүйіп жатыр. Сасық болса да. Қалай шыдап тұрсың Айым сасыққа? А? Әдемі қыз бекен, шашы өскен, бояған дейді. Жаным менің жанашыр өзі. Ойбай. Шөлде қапсың ғой? Не мынау нәскеңіз жыртық, тырнағыңыз өсіп кеткен, мынаның бәрі. Кәнті болқың жырым. Бет аузың бәрі күйе. Шапкасын алса, бер шапкасын, басы жаурап қалар тағы, бер. Өзінің шапкасы ғана бар екен ғой, қалы. Иісі кішкене кеткен сияқты. Жаурап бара жатырмын. Сол курткісі жоқ екен, не курткісі жоқ. Мысық болып жүреді екен, сол тәпіш несін бәрі кір вообще. Не наусың бәрі, не бұндай жағдайға қалай тап болдың? Не болды? А?
Ай, сөйлесей? Қандай қалай тап болдың бұндай жағдайға? Ұйықтаватқанда осындай болып кеттім. Негізінде мен әкемнің суын ақшам көп қызедім. Бар, кетші бар. Шықшы. Бала-шағам қорқады сені. Ей, шық былай қарай. Далаға шық бар. Басқа үйге барасың. Ау деймін, пока. Кеш болып кет, пока. Жақсы тиын бердім осы тиынға бір нәрсе нан алып жейсің. Пока. Ау? Көше не аласың? Не әкел атырың? Бүтін киім әкел атырың? Бермей қойын, қойып өзің керіп қой, ертең өзің үлкен жас болғанда келесің. Ал достар, дұрыс жасадым деп ойлаймын, ол қызды шығарып жібердім. Сол. Енді ойланып тұрмын, бекер істедім ба, дұрыс істеген жоқпын ба деп. Жоқ, кетіп бара жатыр, аяқ киімін киіп жатыр. Ей, неғып тұрсың әлі? Шық, кет, құда! Құры деймін, кет, неғып тұрсың? Неғып кете алмайсың? Әй, бұл сенің үйің емес қой. Біздің үй салқын сейді. Ой, жарайды, кел қойшы, кел. Достар, біз қазір Ақбаян душқа кіргізіп, жуындырып, шайындырып, күшті қып шығарамыз, я? Еш жаба ғой, қызын үйсу еш жапшы жан. Жүр, душқа кіргізейін мен бұл қызды, өзіме қызғып алайын мен бұл қызды. Демелеп қазір душқа кіргізейін, кіра ғой. Ал, достар, кірішке. Жабамын, қазір мен бұны кетіз башқан кезде бұл қыз қазір принцессаға айналдырамын. Ай, тамағың тауысбаш қызым. Достар, біз қуып жібердік. Далада жүрген шығар енді ол қыз. Исі жаман екен, мен оны үйде отырғызамаймын. Не? Я шашы жоқ тіпті үйім бар, шашық болатын еді ғой. Шашық болады екен, үйім бар. Қылдатып жатыр. Жай. Саламатсыз ба? Сіз кімсіз? Мен алдында болмыздың, сенде мені болмыз деп уақытысында менің ақшам көп үйім бар, ата-аналарым да бар. Тезіне үйді жинам да бұл менің үйім. Не дейді айым? Кезінде тез үйім жинам да бұл менің үйім. Сіз сонда осы үйді сатып алдыңыз ба? Сіз қалай қаншайымға айналып кеттіңіз? Кеше ғана бомбыш болып жүредіңіз ғой. Сосын ақшам тауып үйімді, сосын осындай әдемі принцессаға айналып кеттім. Кәнеқа тұршы, айналыңызшы. Бізді кешіріңізші, принцесса. Біз білмей қалдықпыз сізді. Ол кезде қатты сасық болғаннан кейін шыдай алмай кеткенбіз ғой. Құлайсың қызым ағай? Кешіресіз ба? Иә. Жарайды, құшақтасыңдар. Абай. Жаным. Достар, біз принцессамен бірге. Бізде кино ойнасақ, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сұрақ өтейін. Қандай видео түсірейік, соны комментарийға жазып кетіңіз. Комментарий жазып кетіңіздер. Лайк басып, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Келесі видео кеткенше. Келесі кезек Ханшайым Ақбаянда. Бұл Ақбаян мен Айның каналы. Тез 100.000-ға жетейік, алтын кнопка алайық. Я достар, Ақбаян мен Айың 100.000 подписчикке жетіп, күміс кнопка иегер атаңыз келіп жатыр, достар. Сол үшін көмектесіңіздер, тіркеліңіздер, видеомызға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.